Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен тағы бір шайға таптырмайтын, бір дәмді, бірден көтерілетін, вишня қосылған әдемі өте дәмді пирогтың рецептімен бөліскім келіп тұр сіздермен бүгін. Біздің бұл пирогымызға қажет болады 4 жұмыртқа, ұн 200 грамм, қазір тағы да ұн қосамыз үстінен, 160 грамм қантымызды қосамыз. Сонымен қатар тағы да осындай менде мына жерде қатырылған тоңазытқышта болған вишням бар. Сіздер свежий вишня қоссаңыздар да болады, не болмаса кез келген жеміс, черника дейміз, клубника дейміз, кез келген жаңа жемістерді қоса берсеңіздер бола береді. Менде осы вишня тұр, мен балаларым вишнямен жегенді өте ұнатады. Өзінің бір қышқылтым, дәмді бір дәмі бар ғой осы вишняның, сол пирогқа керемет дәм береді үйлесімді. Енді біз қосымша тағы да жаңа ұн қопсытқышымызды, разрыхлитель тестамызды, ванилинімізді және кез келген краситель қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Сонымен қатар сұйық майымызды қосамыз. Бір 3-4 ас қасық. Болды, осымен біз қазір бастаймыз. Пирогымыз сондай керемет болып шығады. Сонымен біз вишнямызды ішіндегі сүйегінен ажыратып, жаңағы өзін жуып тазалап, бәрін жөндеп алдық. Енді бұның үстіне кішкене бір шай қасық қант салып қоямыз. Өйткені бұл вишнялар қатты қышқыл болып кетуі мүмкін. Ал мынау жаңағы әзір сіңіп дәмді болып тұрады. Пирогымызға салған кезде өзі бір керемет дәм береді. Міне бұнымыз дайын. Қазір тұра тұрсын мына жерде. Ал енді біз бастаймыз. Бірінші жұмыртқаларымызды жақсылап жарып, осы жұмыртқамызға кішкене тұз и қантты қосып, бірте-бірте қантты қоса отырып, жаңағы көлемін үлкейтеміз. Екі дайындап алдық. Енді қазір блендерімізді қосып, мен блендермен істей берем, миксермен де жасайсыздар. Қазір бірінші бұған кішкене сәл-сәл тұз қосамыз. Бір шым-шым дейміз ғой, кішкене, мен өзім бір шым-шым деп сөйлеймін, кішкене бір тұз қосып жібереміз бірінші. Одан кейін қантымызды бірте-бірте қосып отырамыз. Осылай жақсылап көтерілгенше, көлемі ұлғайғанша осылай араластыра береміз. Қазір кішкене қантымызды қосамыз. Осылай қантымызды бірте-бірте қосып отырамыз. Мінекей осылай көлемін үлкейтіп алдық. Жұмыртқамыз бен қантымыздың. Енді осы дайын массаны мынадай форма ыдысқа құйып аламыз. Маған блендерда осы өзінің чашкасына, өзінің ыдысына жұмыс істеген ыңғайлы. Ешқайда шашылмайды, ешқандай бір келкі осындай әдемі болып көтеріледі. Қатты бір әппақ қып езіп керек емес. Осылай кішкене қопсытып алсақ жеткілікті. Енді осының үстінен разрыхлителімізді саламыз. Мынандай бір қасық, кіші қасықпен бір қасық аламыз. Сол жеткілікті болады. Мен оны түгел қоса салам, өйткені бұның ішінде өзде сол кішкене қасықпен бір қасық қана. Салып алдық. Енді ванилинімізді қосамыз. Менде алдыңғыдан қалған ванилинім бар, соны қосып жіберем. Бұл кішкене азырақ.
Сондықтан да біз 2 грамм ванилин керек қой бізге. Міне мына жерде 1,5, ана жерде жарты болған. Сонымен менде 2 грамм болады бәрі. Ванилинді қосып аламыз. Кез келген өздеріңіз қандай ванилинді қолданасыздар, соны қоса бересіздер. Мен өзім осындай кішкентай ванилинді алып қоям. Маған сол ыңғайлы. Енді жақсылап араластырамыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Жақсылап осылай араластырдық. Енді осының үстінен кішкене жаңағы айттым ғой, краситель өздеріңіз қалауларыңызша. Мен міне осы түсінен кішкене қосып жіберем. Өйткені әдемі болады, өзгеше болады. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Көбінесе қоспаймын, бірақ анда-санда осылай кішкене өзгешелік болсын деп қосып тұратыным бар. Бұндай шайға тез дайын болатын пирогтарды мен әртүрлі осындай жемістермен жасаймын. Мандаринді қоссаңыздар да болады, әдемілеп турап. Мен оны бір күні салам сіздерге мандаринмен жасағанда. Ол өйткені ерекше дәмді болады. Бүгін енді вишнямен жасаған түрін көрсетейін сіздерге деп шештім. Жақсылап араластырып аламыз осындай. Жасыл түсінен, жаңағы қызыл түсінен. Осындай тортқа қосатын арнайы красительдер болады, содан қоссаңыздар болады. Енді ұнымызды саламыз да, бірте-бірте араластырамыз. Бұл жерде 200 грамм ұнымыз бар. Еленіп, бәрін дайындап қойғам. Ұнымды електен өткізіп қойғам. Граммын өлшеп бәрін. Сонда бізге 200 грамм ұн, 160 грамм қант, 3 ас қасық сары май. Ой, сары май деппін ғой, 3 ас қасық сұйық май. Вишня өздеріңіздің қалауларыңызша қанша қосқыларыңыз келсе, сонша қоса беруге болады. Ода бір мынандай деп мөлшер жоқ. Көбірек қоссаңыздар, қатты көп болмасын енді. Көбірек қоссаңыздар дәмдірек болады. Екеуі осылай араластырып, барлық ұнымызды қосамыз. Енді бұл жерде тағы да бір айта кететін жайт, сіздердің жұмыртқаларыңыздың көлеміне қарай. Жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, болады ғой енді әртүрлі. Жұмыртқаның көлемі кішірек болса, ұнның көлемі азырақ болады. Жаңағы 160 грамм, сондай қосасыздар ұнды. Ал жұмыртқаларыңыз көлемді болатын болса, онда 200 грамм. Содан кейін, егерде көбірек істегілеріңіз келсе, кішкене формаларыңыз үлкен болса, онда 5 жұмыртқамен істесеңіздер де болады. Жұмыртқа бірақ одан аз болмау керек. Көп болса бола берсін, бірақ аз болмау керек. Енді жұмыртқаның көлеміне қарай сіздер кіші болса 5 қосып жіберіңіздер. 200 грамм ұнмен істейсіздер сонда. Ал егерде болады ғой әртүрлі жағдай. Үйде 4 қана жұмыртқа болып қалған жағдайда ұндарыңыздың көлемін азайтыңыздар. Сонымен бізде міне мынадай осындай масса пайда болады. Енді осыны үстінен жаңағы сұйық майымызды қоямыз. Сұйық майды қосқан дұрыс, өйткені ол құрғақ болып қалмайды. Өзінше бір керемет болып тұрады. Кей кісілер сұйық майдың орнына картофельный крахмал дейді ғой, крахмал қосып жатады. Кукурузный крахмал, картофельный крахмал деп қосып жатады. Бірақ маған осы сұйық маймен ұнайды. Өйткені мен онымен де жасап көргенмін крахмалмен. Бірақ осы сұйық маймен жасаған бірден көтеріліп, сондай дәмді болып піседі. Сонымен дайындап алдық міне. Енді осыны формаға құямыз. Мен бүгін андай сопақша формаға құяйын деп тұрмын, өйткені бұл өзінше бір әдемі. Енді домалаққа кез келген формаға құя бересіздер ғой. Осының астына енді мен мындай сары майдан кішкене жағып жіберем. Өйткені мен ешқандай жаңа бумага перманентті онда ештеңе төсемеймін. Тура осының үстінде пісіре беремін. Өйткені ең астынан бізде қазір піскен кезде, пирогымыз дайын болған кезде вишнямыз көрініп тұрады. Вишняның үстінен жаңағы құрғақ та болмайды, әдемі болып. Өзі сондай бір ерекше дәм береді. Сондықтан астын майлағандарыңыз дұрыс болады. Өйткені біздің қазір
салған вишнямыз осы ең піскен кезінде ең бетінде болып тұрады ғой, көресіздер ғой, көрсетемін. Мінекей осылай жақсылап жағып аламыз. Піскен кезде жабыспай бірден жақсы алынатын болады. Енді осы формаға сәл ғана құйып аламыз массамыздан, сәл ғана. Құйып алдық. Енді осыны барлық жерге тегіс жаймалап, бір тегіс қып барлық жеріне жаймалаймыз дағы. Үстінен вишнямызды тізіп шығамыз. Вишняның сұйықтығын құймайсыздар. Тек қана жаңағы дайын араластырып қойған өзін құямыз. Бұл жерде сұйықтығы бөлінеді, өзінің сөлі бөлінеді, бірақ та оны қоспаймыз. Әрбір жеріне осылай қойып шығасыздар. Клубникамен дәмді болады. Енді әр жемістің өзіндік бір дәмі бар ғой. Бірақ мына вишнямен бір қышқылтым, сондай бір ерекше дәм береді. Өзімнің уже жегім келіп тұр қазір. Біз әрқайсымыз өзімізге қандай жеміс ұнайды, сол жеміспен жасаймыз ғой. Сондықтан осы пирог сіздердің нақты өздеріңіздің ұнатқан жемістеріңізбен жасауға болатын, тәтті шайға арналған, жылдам дайындалатын өте дәмді пирог. Бірден көтеріледі. Дәл осындай әдіспен торт жасаған кезде, торттың коржықтары дейміз ғой, ішіндегі жаңа бисквиттарын осындай әдіспен пісіріп алып, ешқандай осындай вишня ештеңке қоспай, бисквитімізді жаңағы 2-3 бөлікке бөліп, сосын ортасына крем жағып, торта жасай берсеңіздер де болады. Өйткені мен өзім де осылай торттың бисквитін осы әдіспен жасап аламын. Бірден көтеріледі, үлкен болып көтеріледі. Ортасы жұмсақ, сондай пышный дейміз ғой. Керемет болып тұрады. Сол маған ұнайды. Сол себептен бәріміз енді қыз баласы, әйел адамдар бірнеше рецепттерді қолданып көреміз ғой. Өзімізге қайсысы ыңғайлы болады, сонымен жасаймыз. Мінекей осылай салып алдық. Сіздерге әдемі. Енді осының үстінен қалған жаңағы массамызды түгел құйып тастаймыз, болды. Барлық жерін жауып біркелкі осылай. Айландырып отырып, жаңағы вишнямыздың бетін бәрін өстіп жауып шығасыздар. Құйып отырып жапқан ыңғайлы. Енді табағымыздағы жаңағы қалған массаның бәрін құйып тастаймыз. Тап-таза құйып аламыз. Бәрін құйып алдық. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пешке 25-20 минуттай пісіріп аламыз. Не осылай қарап отырасыздар, қазір салдық. Осылай көтеріліп келе жатыр. Мінекей қыздар, өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің бисквитіміз өте биік болып, жақсылап көтерілді. Міне көтеріліп жатыр әлі де. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Мен сіздерге әдейі көрсетіп тұрмын. Жаңа көлемі қандай еді, қазір міне үлкен болып көтерілді. Осы әдіспен, осы рецептпен сіздер кез келген торттың бисквитін жасай аласыздар. 3 бөлікке бөліп, 3 қабатты жаңағыдай үлкен, биік, әдемі торт жасай аласыздар. Мен осындай сопақ формада жасап,
пісірген тортымды да бір күні сіздерге көрсетемін. Қандай биік болатынын, килограммы деген кәдімгідей жаңа сметана творожный қылып жасаған кезде менде бір 3 килограммдық, 3,5 килограммдық торт шығады. Сондай үлкен торт шығады. Осы рецептпен жұмыртқаның санын көбейтіп істей бересіздер. Мінекей осылай болып әдемі болып көтерілді. Менің пирогым уже дайын болып қалды. Қазір дайын болып піскен кезде табағымызға салып сіздерге көрсетемін. Міне содан кейін пештен шығарып аласыздар да, осындай газдың өзінің сеткасын газдың үстіне қойып, міне осылай мен бірден төңкеріп қоямын, өйткені көтерілген пирог отырып қалады ғой, басылып қалады ғой. Мен осындай әдіспен соны басылмаудың әдісін таптым. Міне қанша көтеріледі, сонша өстіп аударып төңкеріп қоя саласыздар. Мінекей шайға пісірген біздің вишня қосылған пирогымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі, қандай керемет. Қазір кесіп көрсетемін. Бәріңіз көресіздер. Бірінші міне бүгін түскі асымызға картошка қуырып қойдым. И шайға пирог пісіріп қойдым. Егер де картошка сіздерге ұнап жатса, рецептімен бөлісе аламын. Қарапайым май, тұз, картошкамызбен ғана істейміз. Өте дәмді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, сондай пышный, дәмді, жұп-жұмсақ болып пісті міне. Міндетті түрде жасаңыздар. Өте керемет, өте дәмді болады. Балаларға қатты ұнайды, бәріне ұнайды негізі. Сондықтан да жасап көргендеріңіз дұрыс болады, жасап көріңіздер. Өте дәмді бәліш.